Сол себепті қазақта да айтады, келін алма дейді, қайын ал. Көп деген келіндер ата енесімен сыйыспайды. Осындай әңгімелерді көп естимін мен да. Олай болмайды. Қазақ несімен бай? Жұртпен бай. Өз жұртың, нағашы жұртың, қайын жұртың деп айтады ғой қазақта. 3 жұрт бар деп. Сол себепті қазақта да айтады, келін алма дейді, қайын ал дейді. Себебі ата-анаң немен болу керек? Сенің ата-анаңыз мынау тұрған жаңа құда-құдағилармен тату тәтті болса, онда тұрып жатқан балада, жаңа жастарда екеуі жақсы болады негізінде. Өйткені біз қазір көріп жатырмыз ғой, қазіргі заманда не істеп жатыр? Жаңа осы кісілер араласып кетеді. Екі жақтан бұл кісілер келісіп қалады, немесе бір-бірлерін жамандап қалады. Екі жаста ол не істейді? Көрінеді бәрібір. Бір көріністерін табады. Сосын бір шайтан уәсуәса салып, бір жаңағы не бастап жіберген кезде, ұрыс болып кеткен кезде, арты не? Мен ажырасам дейді, ажырасам. Үйіндегілерді аналар жақтыртпайды, ар жақтағы құдағилар сосын айтады, солар жақтыртпай жүреді, қайтшы қызым дейді да. Аналық жігіттерді айтады, сол құда мен құдағи көріп жүр ғой қандай адам екенін. Олым тасташы ана қызды деп. Алла сақтасын, сондай жағдайларға дейін барып жатады. Ол нәрсе болмайды. Енді мына келіннің бір ата-ананың алдында, жалпы үйде жүрген кезде кез келген келіннің бір сақтау керек болған әдептері бар. Оны шариғатымыз, біздің дәстүрімізбен біте қайнасқан жаңағы біздің Құран мен сүннетімізде ол нәрсе айтылған. Сол себепті ең бірінші нәрсе не? Ол үйден басталады. Жаңа бізде айтады қазақта, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер. Үйден бастап ата-анасын нені үйрету керек? Қыз жат жұрттық. Сен өзге үйдің шаңырағын не істеу керексің? Көтеру керексің. Ошағын жандыру керексің. Сол үйдің тыныштығын сақтау керексің. Сол үйдің берекетін кіргізу керексің. Деп, оны нағыз келін болуға тәрбиелеу керек та. Ол барған жерінде шынымен де тастай батып судай сіңіп кететін. Сол себепті бұл тәрбие үйден басталып жатыр. Келіннің тәрбиесі үйден басталып жатыр. Бізде де оны дінімізде не нәрсе деп, дінімізде де баланың тәрбиесін тал бесіктен бастау керек екендігі ол айтылады. Дінде ондай нәрселер көп. Жаңағы сол үшін де аналар, әкелер өзінің қыздарына айтқан өсиеттері болады. Өсиет айтып жіберген ғой, ол үйдің әңгімесін сыртқа тасыма. Күйеуіңмен анау ата енеңнің алдында ананы сұрап, мынаны сұрап, жаңағындай кез келген нәрсеге қызға берме. Жаңағы үйде тұрған кездегі болып жатқан әңгімелер бар, ата енеңнің қонақ, соларға жылпын-жылпын етіп жаңағындай бір бейне бір өсекшілер сияқты араласып көп сөздерді несте доғар. Барғаннан кейін, барған жеріңде таңға дейін жаңағындай обедке дейін ұйықтап алма деген сияқты не бір өсиет сөздерді айтатын. Сен бақытты болам деп барма, бақытты қылам деп бар деп. Осында не бір өсиет сөздерді қазақтан сөз қалмаған ғой шіркін. Қазақтан сөз. Сол себепті тағда мынандай сөз бар. Еркекті еркек қылатын негізінде әйелі. Әйелі мықты болса, күйеуіне сенім артып, күйеуіне әрдайым не істеп жүрсе, жаңағындай қолдау көрсетіп тұратын болса, ол еркектің алмайтын белесі жоқ, бағындырмайтын асуы жоқ болып қалады. Ал егерде сен бишарасың, оңбағансың, беделін түсіріп, сенің жаңағындай үйде де беделі жоқ, не сыртқа шыққанша сыртқа да беделі жоқ болып, жаңағындай бишара болған сайын бишаралығы көбейе береді. Ең сонда мәжбүр болып қалады. Өйткені әйел ол ең жақын адам болып есептеледі. Күйеуінің ең жақын адамы кім? Әйелі. Ғалымдарымыз айтады, күйеуінің жаңағындай бүкіл жағымды жақтарын, бүкіл жағымсыз жақтарын әйелі сияқты ешкім біле алмайды. Әйелі сияқты ешкім біле алмайды. Әйел ғана біледі. Әйелі сияқты жасыра алмайды. Сол себепті әйел адам күйеуі жайында ойлау керек. Күйеуінің разылығын ойлау керек. Күйеуінің махаббатын ойлау керек. Күйеуім қалай менен разы болып, ең бірінші нәрсе сол нәрсе оны толғандыру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. 5 уақыт намазын оқиды, оразасын ұстап, ар ұятын сақтаса, және де күйеуін тыңдайтын болса, жәннаттың қалаған есігіне кіре берсін деген ғой. Жәннаттың қалаған есігінен кіре берсін. Күйеуін тыңдаған сайын, күйеуіне бойсынған сайын ол білсін, үлкен парызды орындап жатыр. Ал парыз үшін үлкен Құдайдың құзырында сауап жазылып жатыр оған. Сауап жазылып жатыр. Сол үшін не дейді? Анау нәпіл ораза ұстайтын болса да қыз бала,
күйеуінен рұқсат сұрау керек дейді да. Оны үйленгендер ғана түсінеді ол. Әйел күйеуіне көнеді да. Түсініп отырсыз ғой? Осындай. Иә, осындай мәселе. Сол себепті осындай бір келіннің үйде сақтау керек болған әдеттері бар. Енді біз айттық, жаңағындай осы әу бастан келінді тәрбиелеу керек. Қазақта айтады, елі болам десең бесігіңді түзе дейді да. Не деген керемет сөздер деймін да қазақтарда, шынымен де. Одан кейін жаңағы келіннің сақтау керек болған әдептері үйіндегі ата-анасына жақсы не көрсету, қызмет көрсету. Себебі біз білеміз, күйеу үшін жалпы Алладан кейін ата-ана тұрады. Алладан кейін ата-ана тұрады. Ата-анасы разы болатын болса, жігіттен ол жәннаттық. Ата-анасы разы болмаса жігіттен, ол адамның жәннаты өте күмәнді. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ата-ананың разылығы Алланың разылығы. Ата-ананың ашуы Алланың ашуы. Сол себепті күйеу ең бірінші өз алдына мақсат ата-анам деп қою керек. Және де келін балада нені мақсат қою керек? Егер мен күйеуімнің ата-анасына қызмет жасайтын болсам, олар немен разы болады? Менің күйеуіммен разы болады біріншіден. Сол үшін күйеу айту керек. Менің разылығым келініне. Не деп айту керек? Мынау ата-анам арқылы жатыр. Менің ата-анаммен жақсысың ба? Мен сенімен жақсымын. Көп деген келіндер ата-енесімен сыйыспайды. Енді бұл жерде манағы ата мен енеге де айтылатын кішігірім насихаттар болса, қатты сынап жіберетіндер бар мысалға. Бүйтіп қарап отырып тек жаңағындай бірдеңкені дұрыс істемесе, көзін тек үлкен қылып аша қойып, мана келінді шошытып қатты сөздер айтып, жылатып жібере салады. Негізі ол біреудің қызы ғой. Және де ертең кешіріңіз, сіздің қызыңыз да біреудің үйіне барады. Олар әдеп сақтайды. Бірақ әдеп сақтаған кезде келінді не істеп жатады көп жерде? Құтырып кетіп жатады. Ал нақсілер әдеп сақтау керек, келінді әдеп сақтау керек. Сол кезде екі жақ не болады? Тату тәтті болады. Түсініп отырсыз ғой? Келін, мен ата-анам, ата-енем жұмсақ екен ғой деп, әбетке дейін ұйықтап, өзінің қалаған тамағын жасап, жүруі дұрыс емес. Қазақта айтады, ерте тұрған еркектің несі артық? Ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір іс артық дейді. Немесе керісінше. Енді қалай десек те, ерте тұрып шаруа бастасаң, біраз нәрсені тыңдырасың, біраз нәрсені істейсің. Сол үшін бұл бірінші әдеп. Екіншіден, қандай әдеп болу керек? Мынау ата-анаға деген жақсы мәміле болу керек. Олардың қажетін өтеу, жуынатын кезде жаңағы сүлгілерін дайындау, ыстық суларын жаңағы атасы мен енесіне таңертең дәрет алатын болса, ыстық суларын дайындау деген сияқты. Оларға жылы лебізбен сөйлеу, осындай әдептер. Сосын барып, мынау қазір көптеген келіндердің несі, баланы атасы мен әжесіне тастап кете салады да. Кейбір мен естимін үлкен кісілерден, ата мен әже болып қалған, келін бізді тек қана не тәрбиеші ретінде ғана көреді дейді. Біз сол кезде ғана керекпіз дейді оған. Сөйтіп, анау келіндеріңізге барып қайтпадыңыздар ма қонаққа десе айтады, жоқ керек емес дейді. Бізге келген кезде баланы бізге тастап қояды да, өзі кетеді қыдыруға дейді. Сол үшін құрсын бармаймын деп атады. Осындай әңгімелерді көп естимін мен да. Олай болмайды. Ата-анасы ата әже болып тәрбиелегені дұрыс, бірақ анау таза ол кісілерге тастап кетіп, өзің қалағаныңды істемеу керексің. Керісінше сол кісілердің қызметінде болуға тырысу керек келін бала деген. Сол үшін тағы да бір әдебі үйдегі болып жатқан әңгімені сыртқа шығармау керек. Келін ата-енеңді жамандасың, күйеуіңді жамандайсың сыртқа. Бірақ кейін сіздер не істейсіздер? Ата-енеңмен келін бүкілі татуласу мүмкін. Сіз сол кезде оларды кешіресіз. Келін кешіреді оларды, бірақ сырттағылар кешірмейді уже. Сырттағылар оларды кешірмейді. Ол өте қиын мәселе. Сол үшін үйдегі әңгіме, ол үйде қалу керек та. Үйдегі әңгіме үйде қалу керек. Бұл не? Дінімізде намима. Өсек тарату. Біреу жайында айту. Ал өсек тарату, ол үлкен бір құрдымға алып келеді. Сол үшін кітаптарда да айтылады. Мынау бір күні бір кісілер оқиға айтылады кәдімгі кітапта. Бір кісілер жаңа базарда баяғыда құл сататын уақыт қой, құлдық заман. Сөйде бір құл сатады екен. Бір әйел тұр дейді, жақсы әп-әдемі. Бұл қанша бір үйдің жағдайын, тазалығын жасап тұруға алайын деп едік десе, жаңағылар айтқан ғой, бұл арзан, ала беріңіз, құны арзан десе, неге арзан десе айтады дейді. Бұл өсек таситыны бар дейді, өтірік айтатыны бар еді дейді. Бізге оның не айтатыны керек па бізге? Үйдің тазалығын сақтап тұрса керек деп, сөйтіп алып кетеді ғой. Сөйтіп бір күні ана әйел үйде жұмыс істеп жүріп, ақырын жаңа сенімге кіріп алғаннан кейін мынандай әңгіме бастайды да. Әйеліне айтады, сіздің күйеуіңіз сіздің көзіңізге шөп салып жүрген сияқты.
шөп салып жүрген сияқты. Мен сезіп жүрмін, осылай. Сосын әйел сұрайды, мен не істейін онда дейді да. Не істеу керек болған кезде маған оның не істейсіз? Мынау сақалын кішкенесін бір-екі талын кесіп әкеп беріңізші дейді да. Бүгін кешке қарата ұйықтап жатқанда барыңыз да, кесіп алып бере салыңыз. Сосын кезде мен ары қарай айтамын дейді. Жарайды дейді. Күйеуіне барады айтады. Сіздің әйеліңіз, сіз оған көзіне шөп салып жүр деп ойлап жүр. Сол себепті байқап жүріңіз. Сізді өлтіргісі келіп жүр деп айтады. Сөйтіп жаңағы анау екі жаққа әңгіме таратып қойды ғой өсекті. Сөйтіп түнде күйеуі ұйықтап жатса, не істеп отыр екен? Көзін ұйықтап жатса деген ұйықтамай жатады да дейді түнде. Әйелі кіріп келіп, қолында қайшысы бар дейді да. Таянып келіп, қайшына келіп, мына жерге таянды дейді да. Сол кезде ойлайды ғой, өлтірейін деп жатыр ма, тамағыма тығып алайын деп жатыр ма деген кезде күйеуі тұрады да, манағы әйелді алып жығып соғып, өзі оған қол жұмсап, не істейді, өлтіріп жібереді да. Өзінің әйелін өлтіріп қояды. Әйелдің кейін әулеті жынданып, сен біздің қызымызды не үшін жайдан жай өлтіре салдың, олар жынданады. Мына жақтың әулетпен әулет соғыс бастап кеткен ғой. Айтайын дегенім, кішкентай ғана бір өсек сол кезде. Өсек арқылы екі тұрған жұртты сен не істейсің? Шатыстырып жіберуі мүмкінсің. Бұл келіндерге айтылатын үлкен насихат. Сыртқа барып өсек тасыма. Үйдегі болып жатқан әңгімені жан-жаққа жайма оны. Ол жаят, айтады, үйіндегілер, оңбағандар екен, не істеп жүрсің сен қызым, қайтшы дейді да, болды, сені қайта салады. Бұндай жағдайға куәміз ба? Куәміз. Ешкімге айтылмау керек бұл мәселелер. Сол үшін бұл сынақ қой енді, иншалла. Сол себепті келін баланың осындай бір әдептерін сақтап, жаңағы үйдегі түрлі манағы айтып отқан насихаттардың барлығын сақтайтын болса, түрлі әңгімелерге қатты араласа бермей, ананы әпер, мынаны әпер деп, бүкілі бар болып тұрса дағы, әйтеуір түрлі жаңағы жарқыраған нәрселерге қызыға бермейді, мысалы. Кейбір, Алла разы болсын, келіндер бар, қазақтың келіндері бар. Үйдің ошағын көтеріп жүрген. Үйдің жаңағы отағасы болсын, атасы мен келіннің де жарқырап жүруіне, бүкіліне себепкер болып жүрген келіндер бар. Сондай келіндерді қадірін біліңіздер. Оларға айқайлап, жегіп, оларды жаңағындай ақ көңілдігін пайдаланып, бейне бір қатты жаңағындай жұмысқа сақ қояды жаңағындай. Сондай да бар да, әуре қылып қояды. Қадірін білмейді. Қолда бар алтынның қадірі жоқ, не бұлай жоқ, не бұлай әйтеуір. Сол себепті осындай бір әдептер бар еді. Иншалла, Алла баршамызға разы болсын.